Сәлеметсіздер ме, пайдалы кеңес арнасының көрермендері. Бүгінгі видеомыз барлық қыз-келіншектер үшін зиян 3 нәрсені айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын, ал ендеше жіберіп алмаңыздар. Каналда тіркеліп, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Барлық газдалған тәтті сусындарда фосфор қышқылы болады. Ол ағзадағы кальцийді жуып кетеді. Ал кальций жетіспеушілігі әйелдің шашының түсуіне, тісінің мүжіліп, тырнағының суынуына себепші болады. Одан бөлек сүйегінің жұқарып, майысқақ болуына жол ашады. Ондай жағдайда 40 жастан кейін әйелдің бойы кішірейіп, үлкейе бастайды. Бұл тапшылық баланың дамуына да үлкен кедергі болады. Онкологтар әрбір тамшы ішімдіктің әйел ағзасында рак клеткасының оянуына себепші болатынын айтады. Пайдалы деп жарнамалайтын қызыл шараптың өзі сүт безі қатерлісігінің қаупін ұлғайта түседі. Себебі нәзік жаралған әйел ағзасында мұндай улануды көтермейді. Соңғы зерттеулер жатыр мойны қатерлісігінде темекі тартатын әйелдердің көп шалдығатынын анықтаған. Түтіннен одан басқа да басқа зиянды тағы жатырлар. Осындай әуре қатерлер